Салем достар, біз өткен сабақта инструмент лассомен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта өтетініміз инструмент быстрое выделение и инструмент волшебная палочка. Осыларды қарастыратын боламыз. Оның ыстық клавишасы W. Міне бастық. Және де осылай белгілей бастаймыз. Бұл тоже жаңағы кисточка сияқты белгіленеді. Өзімізге керекті жерді осылай таңдап мышканың сол жағына басып тұрып, жібермей белгілеп аламыз. Және де бұл инструменттің де қосымша опциялары бар. Қосу және алу деген. Біз өткен сабақтағы инструменттер, выделение инструменттерін өткен кезде болғанында осылар, сол сияқты осында да бар. Қосу және алу. Қосуды белгіледік, енді алуды белгілейік. Міне осылай келмейді. Егер біз әдеттегі инструментте тұратын болсақ, онда біз мына белгіленген аймақты қозғай аламыз. Объектсіз қозғай аламыз. Ал егерде оны Ctrl-мен бірге басатын болсақ, онда орнынан кесіп аламыз. Сосын біз мышканың оң жағына басатын болсақ, мына панельдер шығады. Бұл жалпы бізде алдыңғы сабақтарда да болған инструмент прямоугольная область, инструмент лассо, және де бүгінгі сабағымызда осылар бар. Енді осыларды қарастырайық. Мұнда енді біріншісін айтатын болсақ, отменить выделение, оны өткен сабақтарда да мен сіздерге көрсеткен болатынмын. Бұл ең жеңіл түрі. Егерде оған басатын болсақ, мына выделять еткен жерлеріміз бәрі алынады, кері қайтады. Отмена жасаймыз, соған міне көріп тұрсаңыздар. Келесі бізде инверсия выделенной области. Оған басатын болсақ, мына біз алдындағы белгілеген жерімізден басқа жердің барлығы белгіленеді. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді мен сіздерге түсінікті болу үшін қазір кисточканы алып, размерін кішірейтіп алайын. Міне бояп көрсетейін. Міне осы жерлер белгіленген болып есептеледі. Енді бастапқы белгіленген жерге қайтып ораламыз. Яғни міне көріп тұрсаңыздар, сол аймақ қана бізде белгіленгені көрініп тұр. Енді келесі пунктке келетін болсақ, ол бізде растушевка. Растушевкада біз пиксельдерін өзіміз белгілеп аламыз. Жалпы мына жерде 1-ден 1000-ға дейін белгілеуге болады. Біз мында мысал үшін 10 деп алайық. 10 деп алатын болсақ, мына белгіленген жерлерді қазір көретін болсаңыздар, осылай домалақ болып көрініп тұр, иә? Енді оны анығырақ қарайтын болсақ, онда қазір кесіп алайық. На новый слой. Міне мына жерден көре аламыз растушевканың жасалынған размерін. Сосын выделение маска. Оны жеке сабақта қарастыратын боламыз маскалар бойынша. Келесі сохраните выделенную область. Оны жасай аламыз.
Келесі бізде образовать рабочий контур. Оған басатын болсақ, мына жерде 1 деп тұр, 3-ке қояйық. Яғни бізде бұл жерде рабочий контур, яғни жұмыс контуры деп айтылады. Сол пайда болады, міне мына жерде көріп тұрсаңыздар. Ал біз бұны мына жердегі перо деген инструментті өткен кезде толығырақ қарастыратын боламыз. Келесі бізде скопировать на новый слой. Оған басатын болсақ, бізде мына жерде жаңадан слой пайда болды. Слой 2 деп тұр. Енді мынаны өшіретін болсақ, онда мынау жаңадан пайда болған слой, оның артында ештеңе жоқ, пустой, тек осы белгіленген аймақ қана бізде көшірілді. Байқаған болсаңыздар. Келесі бізде вырезать на новый слой. Оған басатын болсақ, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай жаңадан слой пайда болды. Енді сол жерде байқаған болсаңыздар, жаңағы белгіленген аймақ кесіліп қалды. Енді біз өзіміздің бастапқы слойымызға қайтып келдік. Енді келесін ашатын болсақ, новый слой деп. Яғни жаңадан слой ашамыз. Мына жерде 4-ші слой. Слой 4 деп тұр, иә? Солай белгілене берсін. Енді мына басқаларын жауып тастайтын болсақ, мына жерде бізде тек қана осы белгіленген аймақтың выделение болып қана тұр. Міне осы арада. Ал енді ананы ашатын болсақ, жаңағы алдымыздағы аймақты осылай көрсетіледі. Келесі бізде слой строка свободное трансформирование. Оған басатын болсақ, бізде осындай шығады. Енді оны үлкейтіп, не болмаса кішірейте аламыз. Осылай басатын болсақ, кішірейеді немесе үлкейеді. Сосын мына жерде отменаға баса аламыз. Не болмаса, міне мынау болдырмау түрі, не болмаса галочка, осыны бекіту осындай күйінде. Осылай бекіткіміз келсе 2 рет басамыз, не болмаса жаңағы галочкаға басамыз. Міне осы сурет қалды бізде. Келесі бізде трансформировать выделенную область. Оған басатын болсақ, бізде жаңағындай шығады, бірақ та мұнда осыны қозғайтын болсақ, тек қана мына белгіленген аймағы ғана қозғалынады. Көріп тұрған болсаңыздар. Ал объектінің өзі орнынан жылжымайды. Ол орнында қалады. Яғни біз осы белгіленген аймақ арқылы осы объектінің көлеңкесінде жасай алады екенбіз. Мысалы үшін. Келесі бізде выполнить заливку. Оған басатын болсақ, мына жерде цветін таңдай аламыз. Цвет фона. Қандай цвет керек? Основнойға қоя салайын. Мына жерде тоже режим. Қандай? Светлееға қойып қойын. Непрозрачность. Так, 25 дейін. Міне, көріп тұрғандарыңыздай заливка орнады мұнда.
жаңағы белгіленген аймақтың түсі өзгерді. Келесін ашатын болсақ, бізде выполнить обводку дейді. Мына жерде обводкада жасай аламыз. Пиксель ширина. Пиксельмен белгілегенде, так, 3,2-ні белгілейік. Расположение цвет қызылда тұра берсін. Расположение обводканың ішкі жағынан белгілейік внутри. Режим нормальныйда тұра берсін. Сосын непрозрачность тұра берсін. Окейге басамыз. Міне көріп тұрсаңыздар, ішкі жағынан қызылмен белгіленді. Енді келесі обводканы біз басқа түсте жасайық. Мысалы үшін жасылды алатын болсақ, по центру. Жасыл цвет по центру ортасына қояйық. Қалай шығады екен? Міне ортасына тұрды. Келесі снаружи тоже жасап көрейік, бірақ енді жасыл емес, басқа цвет алайық. Қандай алсақ болады? Көкті ала берейік сыртынан. Міне ортасындағы жасыл бірақ кішкене көрінбей қалды. Бірақ аздап көрініп тұр. Міне осылай обводка қоя алады екенбіз. Ішінен, ортасынан және де сыртынан 3 жеріне бірде қоя аламыз. Келесі бізде фильтр. Оны мына жерден де ашуға болады. Фильтр камера roll. Фильтр қоя аламыз осы арқылы. Мына жерден келтіре аламыз. Оттенок, температура бәрін осылай өзгертуге болады. Өздеріңізге қандай керек. Контрастность. Светлость. Көлеңке керек болса, синий, белый. Побольше, поменьше сіздерге қалай керек. Мысалы үшін затемнение, көбірек керек пе, азырақ керек пе деген сияқты. Осы арадан фильтр қоя аламыз. Енді соңғысы бізде 3D ортасы. Оны мен енді бүгін жұмыс жасамаймыз, бірақ мен сіздерге көрсетейін қалай болатынын. Так, келесі бізде келесі инструмент, ол бізде волшебная палочка. Оған белгілейтін болсақ, мұнда
бізге программа өзі автоматом жанағы түстері бойынша ұқсас жерлерді, пиксельдерді бізге белгілеп береді. Сосын мұнда алдыңғы сабақтардағыдай, выделениеде өткен сабақтағыдай, мына жерде сол опциялар бар. Жаңағы қосу, алу және қиылысу деген сияқты. Осыларға да жұмыс жасайды. Міне азаяды. Қосылады, мына жағынан наоборот. Керісінше мынаны салсақ азаяды деген сияқты ғой. Енді мышканың оң жағына басып, осы волшебная палочканы инструменттеріне келетін болсақ, онда біраз алдындағы қарағанда өзгешелеу. Мышканың оң жағына басатын болсақ, мына жерде біріншісі точка дейді. Яғни волшебная палочка инструментмен белгілеген кезде мына жерде нүктелерді көресіздер. Не болмаса мынаған белгілейік, средний 100-1-1-1-ге белгілеп көрейік. Онда бізге сразу программа өз автоматты түрде ұқсас пиксельдерді осылай белгілеп береді. Келесіге келетін болсақ, добавить к выделенной области, яғни жаңағы белгілеген аймаққа тағы да үстіне қосылады. Вычитание с выделенной области, керісінше мына жерде азаяды. Сосын выделение, пересечение области, мұнда енді қиылысу нүктесін айқындайды. Бұл дегеніміз, яғни біз мына жердегі функцияларды өттік, солар негізінде осылар болып табылады. Енді сізге қалай ыңғайлы, осы жерден алып жасаған ыңғайлы ма, не болмаса мышканың оң жағына басқан ыңғайлы ма, өздеріңіз қарайсыздар. Сосын смежные пикселы. Осылай подобные оттенки. Сосын отменить выделение біз білеміз. Инверсия выделенной области. Өткен сабақта өттік оны. Біз білеміз оны. Растушевка. Біз өткен сабақтарда өткен болатынбыз, оларды біз білеміз. Енді қалғандарымен тоже таныстық. Енді жалпы осы функциялардың барлығы бізге не үшін керек? Бізге объектілерді неғұрлым түзу, дұрыс белгілеп, және де оларды орнынан қозғайтын болсақ та, немесе монтаждайтын болсақ та, немесе оған тағы да басқа объектілерді қосу үшін осы функциялар сол үшін берілген. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Қолдау көрсетіп лайк басып жүріңіз және каналға тіркеліп алыңыз. Кездескенше.